Елде бірегей діни білім ошағын құру идеясы 1990 жылдардан басталады. Бұл КМДБ-ның құрылуымен тұспа-тұс болды. Шет асып білім іздегендер егемендіктің алғашқы 10-15 жылында елге орала бастады. Бірақ білімді буынмен қоса күмәнді діни оқу орындарын тәмамдап келгендер де табылды. Артынан елдегі діни саясат салаға басымдық беріп, төл білім ордаларын ашуға көшті. Қазір басқарма бекіткен шетелдік діни оқу орындары бар. Бұлар Египеттегі Әл-Асғар университеті, Түркиядағы Стамбул, Мармара, Хасеки, Анкара және Селжук университеті. Одан өзге Малайзия халықаралық университеті бар. Көршілес елдерден Мәскеу Ислам, Ресей Ислам институты, Ташкент Ислам университеті бар. Сонымен қатар христиандық бағыттағы діни білім алушылар үшін де шетелдік теологиялы оқу орындарының тізімі жасақталған. Мысалы, Мәскеу, Санкт-Петербург рухани академиясы, Киев және Минск рухани академиясы, ақш, Канада, Сингапур секілді мемлекеттердегі діни рухани теологиялық оқу орындарда ұсынылады. Елдегі діни білім берудегі бірегей инсан ол Нұр Мүбарак университеті. Одан өзге діни факультеттері бар, 5 жоғары оқу орындары бар. Сонымен қатар елде 9 медресе колледж діни білімді ел азаматтарын даярлауда. Олар Сарағаш медресе колледжі, Астана медресе колледжі, Әбубәкір Сыддық медресе колледжі, Хибатулла Тарази медресесі, Үшқоңыр медресе колледжі, Шымкент медресе колледжі, Абу Ханифа, Ақтөбе, Орал медресе колледжі. Дәріс үйін бітірген түлектер қазір еліміздің түкпір-түкпірінде қоғам үшін қалтқысыз қызмет етуде. Елімізде соңғы жылдары жастардың діни білімге деген көзқарасы ерек. Ақ пен қараны ажыратар өзіндік фильтр қалыптасқан. Өйткені елдегі діни білім ошақтары ортақ саясат бойынша жұмыс істейді. Дәстүр мен дін қатар жүреді. Тек КМДБ бекіткен немесе министрлік рұқсат еткен кітаптар қойылады. Бұл дегеніміз білімгер діни алып оқу ордасына дейін базалық ілім деңгейін меңгеріп шығады. Демек, мұның барлығы талай жылдан бері діни ахуалға ел саясатының ерекше ден қоюынан.